болғандықтан жалпы компанияда ортақ ақша болады. Внутренний валюта компания бұл PV деп есептелінеді. Яғни бір PV біздің ақшамен шаққанда 1,2, 1,3 долларға шамалас. Енді осы үлкен корпорациядан қайтып бизнес место алып біз табысқа жетеміз, иә? Біріншісі, ең жоғары статус бар бізде. Сіздерге естіліп жатыр ғой, корона деген статус бар, қыздар. Корона бұл 1.128.000 теңгемен тіркелетін кісілер корона статусына кіреді. Коронаға кірген кісілердің осы ақшасын компания 4-ке көбейтіп, счеттарына 4 миллион теңге салып береді. Электронный ақша салып береді. Бұл неге керек? Неге ол 4 есе көбейтеді? Осы корона статусына кірген кісілер магазин ашқандарға өте выгодно. Неге? Себебі 4 миллионға дейінгі товарды компаниядан 50% скидкаменен өздеріне ала алады. Ол бірінші шарты. Екіншісі, егер аттарыңызға адам шақырып, бинар жасап, 2 адам шақыра бастасаңыздар, бинардан корона статусында отырған кісілер 15% өздеріне табыс табады. Енді осы коронаға кірген кісілер 1650 PV алады өздеріне. 1.128.000 теңге оларға осы PV-ді береді. Екіншісі, платина. Негізі қыздар бұл компанияға тіркелудің 6 түрлі жолы бар. Үшеуі потребительский, яғни қолданушыларда, үшеуі бизнес место. Но мен қолданушылардың жаңағы несін вообще айтпаймын, себебі оларда франшиза и жаңағы алған электронный ваучерлерде өте аз, бір-ақ рет, 1-2 рет барып алғаннан кейін қалады. Нағыз бизнес жасаймын, үлкен табысқа жетемін деген ниеттеріңіз бар болса, осы 2 местаның біреуімен кірген өте тиімді. Платина бұл 188.000 теңгеге тіркелетіндер. 188.000 теңгеге тіркелсеңіздер, сіздердің ақшаңызды 4-ке көбейтіп, мысалы, қазір мен сіздерге ID номерлеріңізді бердім. Кабинеттеріңізді ашып қарасаңыздар, уже счеттарыңызда 678.000 теңге электронный ақшаны көресіздер. Яғни салған ақшаларыңызды 4 есе көбейтіп, 678.000 теңге қып қояды. Онда сіздер 678.000-ға дейінгі затты 50%-бен аласыздар, астарыңызға бинар жасап, адам шақырып бизнес бастасаңыздар, бинардан табыс түсе бар. Платинаға кірген кісілерге компания 275 PV береді. Енді, сонда бүкіл әлемді корпорацияда өздеріңіз қалап, жағдайларыңызға қарап, осы 2 статустың біреуіне тіркелесіздер. Оған компания сіздерге не береді? Мен қазақшалап айтқанда, мысалға, базарға барып, бір кішкентай орынға нәски сату үшін де не істейміз? Ақша төлеп өзімізге орын аламыз, иә? Сіздер сонда үлкен международный корпорациядан өздеріңізге бизнес место алып тұрсыздар. Оған не береді? Біріншіден сіздерге ID номер береді, сіздерге кабинет ашылады. Ол кабинеттің ішінде сізде кімді өзіңіз жеке шақырдыңыз, командаңызға қанша адам келіп жатыр, қанша ақша шығып жатыр, қандай жаңалықтар болып жатыр, неше товарды корпорация күнделікті жаңағы товарларды бізге беріп жатыр. Бәрін осы кабинеттеріңізден көріп отырасыздар. Екіншісі, компания сіздерге осы кірген 188.000 теңге ақшаларыңызға қалаған заттарыңызды бермейді. 188.000 теңгеге сіздерге старт пакет дейді. Старт пакет, яғни сіздерге подарок ретінде өзінің старт пакетін ұсынады. Ол старт пакеттің ішінде жаңағы сәлюкстің үлкен косметикасы бар, бет омолаживающий, бет күтіміне арналған, сосын кәдімгі айжан көрсеткен лор порошок бар, қазіргі кейста, сосын посуда жуатын бар, одан кейін анионлы прокладки, зубный паста. Осындай өзінің 5-6 ішінде бренд саты бар пакетті бизнес бастауға сіздерге подаркіге береді. Үшіншісі, компания сіздерге франшиза береді. Франшиза деген сөз, қыздар, Greenleaf корпорациясының франшизасын бар жоғы 188 деген сөз доллармен $400. $400 беріп тұр. Сіздер қалаған Астанада тұрасыз ба, Қызылордада тұрасыз ба, қай қалада тұрсаңыз да өз қалаңызға Greenleaf деп эко-маркет ашып тастауға компания өзінің сертификат лицензиясын береді. Франшизаны түсінесіздер ғой, мысалы қазір бізде Қазақстанда не көйіп кетті? Кофе бум деген көйіп кетті. Сіз қазір кофе бумды ашу үшін сіз оның франшизасын алмасаңыз аша алмайсыз, дұрыс па? Но кофе бумның франшизасы өте қымбат тұрады екен. Ал біздің франшиза
бар жоғы $400 сізге бүкіл әлемдік брендтің франшизасын беріп тұр. Міне, төртіншісі, сіздерге қыздар енді анау салып қойған электронды ақшаны қалай пайдаланамыз? Ваучер береді. Бұл электронный ваучерный ақша деп аталады. Қалаған затыңызды Астанада бар ма, Шымкентте бар ма, Өскеменде бар ма, Қызылордада бар ма? Қай қалада магазин, склад бар? Сіздер айдыларыңызды көрсетіп, 50% скидкамен енді қалаған уақытта үйге қажетті заттарды скидкамен ала бересіздер. Енді осы қараңыздар, кассаға келіп магазинге мысалға 100 мыңға товар жасатсаңыз, айдыңызды көрсетіп сізге 50 мың теңгеге береді товарды. Сол алып атқан товарыңызды не істеп, өзінің салып қойған электронный ваучерный ақшасы бар 670. 50%-ын қалтаңыздан төлейсіздер, 50%-ын осының ішінен бүйтіп, мысалға бүгін 50 мың теңгеге зат алды деп қысқартып отырады. Міне, сіздер скидкаға бір күні 10 мың аласыздар, бір күні 50 мыңға, бір күні 100 мың аласыздар. Bir күні ала берсеңіздер, компанияның берген ақшасы таусылады ғой, внутренний. Осы внутренний ақша таусылған кезде минимально оласыздар. Бұны вторичный дейді. 10 мың теңгені компания 10 есе көбейтіп, сізге енді қайтадан скидкамен товар алуға электронный 100 мың теңге ақша салып қояды. Ал егер 100 мың теңге салсаңыздар, осыны 10-ға көбейтеді да, сіздерге 1 миллион теңге ақша салып қояды. Яғни сіз қалаған уақытыңызда осы электронный ваучерге 50%-пенен товар алып отырасыздар. Бесіншісі, қыздар, наследство. Осы алған бизнес орындарыңызды сыйлық ретінде бауырларыңызға немесе бауырларыңызға қалдыра аласыздар. Міне, компания сіздерге осындай керемет 5 мүмкіндік беріп жатыр. Енді 1-2 ай шыдасақ, компания бізге үлкен платформа ашып берем деп жатыр. Ол қандай? Мысалы, қазір Байберс, Каспий KZ магазин арқылы сатып, адамдар үлкен табысқа жетіп жатыр ғой. Біздің де Greenleaf-тің өзіміздің внутренний жаңа ішкі бізге сондай платформа ашып берейін деп тұр.